Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құрметті мұсылман бауырлар, қасиетті Рамазан айы құтты, берекелі болсын. Қасиетті Рамазан айы исламда артықшылығы жайында қасиетті Құран-ы кәрімінде Аллаху субханала тағала Астағфиру билла Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин қабликум лааллакум таттақун. Садақаллахул азим. Иман келтірген мұсылмандар, сендердің алдыңғыларға ораза парыз етілгендей, сендерге де ораза ұстау парыз етілді. Мүмкін тақуалыққа жетесіңдер деген. Осы аят қасиетті Рамазан айын ораза ұстау артықшылығын білдіреді. Басқа бір аятта Алла субханала тағала Астағфиру билла شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Рамазан айы адамдар үшін тура жолдың айқын дәлелдері мен ақиқат пен жалғанды ажырату үшін Құран түсірілген ай деп Аллах тағала Рамазан айының артықшылығын баяндаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ораза мен Құран қияметте құлға шапағатшы болады. Ораза, я Раббым, мен оны күндіз тамақтан және сусыннан және шахуаттан тыйдым. Сондықтан мен оған шапағат етуімді рұқсат бер деп айтады екен. Ол қасиетті Рамазан айында ораза ұстаушыларға Аллах тағала жеңілдеткен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде Рамазан айында жәннаттың есіктері ашылып, тозақтың есіктері жабылып, шайтан лағнетулла кісендереді деп айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, кімде-кім ораза кезінде өтірік айтудан, жаман сөздерден, істерден тыйылмаса, Аллах тағаланың алдында оның тамақтан, ішіп жеуден тыйылғанынан керек емес деген. Сондықтан Рамазан айында соңында біздің нәтижеміз нәпсіміздің тазаруында, нәпсіміздің жаман істерден, жаман бос әрекеттерден тыйылуында. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах тағала айтты дейді, адам баласының амалы әрбір амалы өзі үшін, ал оразаның амалы мен үшін. Өйткені ораза ұстаушы шахуат пен тамақтан мен үшін тыйылады. Сондықтан оның сауабын мен беремін. Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху сабырдың жартысы ораза, өйткені ол адамның шахуаттан тыяды деген. Али ибн Аби Талиб радиаллаху анху ораза жүректің зекеті, адамның тәні тазалыққа мұқтаж болған сияқты адамның жүрегі ораза арқылы тазарады деген. Сондықтан қасиетті Рамазан айының оразасы жайында Аллах тағала қасиетті Құран-ы кәрімінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистеріне тоқталып өттік. Құрметті мұсылман бауырлар, қасиетті Рамазан оразасының Алланың ұлы сыйы екенін және Алланың разылығы мен ақыретіміздің сауабын үміт етеміз. Сондықтан Рамазан айының оразасы жай ғана ішіп жеуден тыйылу емес, жүрегімізді, рухымызды, тәнімізді тазарту, кекшілдіктен, көремаушылықтардан, менменшілдіктерден секілді амалдардан тазаруымыз. Аллах тағала Рамазан айында көптен көп ізгі амалдар жасайтын қайырлы амалдарды көбейтуімізді және ақыретімізді соның сыйын алуымызды баршамызға нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.